Пайғамбардан қалған сөз бар. Ең жақсы еркек дейді, әйеліне жақсы қарым-қатынас жасаған еркек. Мен сондаймын деген екен. Негізі біздің бабаларымыз сондай болған. Біз кейінгі уақыттарда, ой, мен әйелімді қабағыммен жүргізем, мен ұшып дегенде ұшып кетеді, мен жаңағы битіп қалғанда битіп қалады деген нәрсе, ол әйелдің нәзік жыныстылығын пайдалану ғана, басқа түк емес. Өйткені сен өзіңнің әйеліңді патшайымдай құрметтей білсең, патша сияқты өмір сүресің. Әйеліңді күң қылып жұмсасаң, өзің құл сияқты өмір сүресің. Сондықтан қайсы бір еркек өзінің әйелін қыз кезінде құлпырып, мәселен гүлдің өзін неден теплицадан сатып жұлар кезде қалай жұлады? Толық ашылмаған күйде жұлады, солай емес пе? Кейін ол үйге әкеліп терезенің алдына қойғанда толық өзінің көркемдігін ашады. Сол сияқты кез келген қызды әке-шеше 100% керемет келіншек қылып тәрбиелеп бермейді. Bir қайнау ішінде болады. Сол